Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын сабағымыз білім алушыларға қызмет көрсету орталығы академиялық ұтқырлық бойынша кету жөніндегі өтініштерді өшіру. Ол үшін жүйеге кеңейтілген құқығы бар қызметкер атынан кіреміз. Мәзірлерден білім алушыларға қызмет көрсету орталығы қызметтерге өтінімдер бөлімін таңдаймыз. Бұл жерде сұрыптама жасау арқылы өзімізге қажетті санат және де қызмет түрін таңдаймыз. Келесі өтінімнің түрі бізде аяқталды немесе берілді мәнінде болу керек. Келесі кеңейтілген іздеу мәнін таңдау арқылы біз кеңейтілген құқығы бар қызметкер үшін өтінім бойынша білім алушыларға қызмет көрсету орталығында жеке оқу жоспарындағы өтінімдер транскриптегі жазбалар жойылды мәні белсенді болады, яғни бұл жерден түсінік бойынша барлығы қарастырылған. Егер де біз иә мәнін таңдайтын болсақ, онда өшірілген жазбалар туралы ақпаратты көруімізге болады. Жоқ мәнін таңдайтын болсақ, онда өшірілмеген мәндерді көреміз. Біз білім алушылардың өтінімдерін өшіру үшін білім алушыны белгілейміз және де жеке оқу жоспардағы өтінімдерді жою мәнін таңдаймыз. Төменде бізде қандай мәндер жойылатындығы туралы ақпаратты көруімізге болады. Яғни жеке оқу жоспарындағы өтінімдерді жою батырмасын таңдағаннан кейін білім алушының жеке оқу жоспарынан білім алушыларға қызмет көрсету орталығы өтінімдерінде белгіленген пәндер өшірілетін болады. Біз батырманы таңдап растаймыз. Келесі, яғни біз өзіміздің өтінімімізді өшірдік, яғни өтінім бойынша білім алушыларға қызмет көрсету орталығында жеке оқу жоспардағы өтінімдер транскриптегі жазбалар жойылды мәнін таңдасақ, бізде өшірілген жазбаны көруімізге болады. Келесі, бұл білім алушының транскрипін және де жеке оқу жоспарын қарастыратын болсақ, яғни академиялық ұтқырлық бойынша оқуға таңдаған пәндерін салыстыру бөлімінде келесі пәндерді академиялық айырмашылығы, қайта есептелінетін пәндер және де қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқу таңдалған. Келесі білім алушының транскрипін қарайтын болсақ, бұл бөлімде академиялық пән айырмашылығы деп таңдаған пәніміз транскриптің сәйкес блогына келіп түсті, яғни академиялық айырмашылық пәндер бөлімінде орналасқанын көруімізге болады. Келесі қайта есептелінетін пәндеріміз, яғни келесіне қайта есептелінетін пәндерімізді қарайтын болсақ, қайта есептелінетін пәндеріміз білім алушының транскрипінен жойылды. Ал білім алушының қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша таңдаған пәндері академиялық ағындарға және де журналдарға қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқылады мәні қойылғанын көру үшін біз академиялық ағындар бөлімін таңдаймыз және де өзіміздің пәнімізді таңдаймыз. Яғни өзіміздің семестрді және де пәнімізді таңдаймыз. Келесі ағынды таңдаймыз және де академиялық ағын бөлімінде, яғни академиялық ұтқырлық бойынша академиялық ұтқырлыққа кеткен білім алушыда қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша білім беру ұяшығының белгіленгенін көруімізге болады. Яғни осындай ретпен білім алушыларға қызмет көрсету орталығы академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша өтінімдердегі жазбалар өшірілетін болады. Яғни транскриптен және де білім алушының жеке оқу жоспарынан академиялық айырмашылықтар және де қайта есептелінетін пәндер тиісті блоктарға бейнеленеді. Ал қашықтықтан оқыту технологиясы таңдалған пәндерде академиялық ағындарда сәйкесінше белгі қойылатын болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.